О, Мәди бауырым осылай. Я. О, мына ауаны қарашы. Еттеріңіз керемет болды, аға. Рахмет. Конечно, керемет болады. Анау жылқының еті мен мысықтың етін араластырғаннан кейін сондай дәмді болады. Мысық? Иә. Азыл түсінбейді екенсің өзіңсі. Ағана, қазір түн болып кетті, нені қайдан алуға болады? Балықтың көздерін. Оны істейін деп. Келініңіз жерік қой, соған сұрап еді. Келін бір қоя, ананы да сұрайды, мынаны да сұрайды, ананы да сұрайды. Соған қарағанда кішкентайды пара құрып туайын деп жатыр деймін. Әзіл. Біздің қаттың екі қабат кезде ше, қысты күні бір қой сияқты қар жеді, көктемде шөп жеді, сөйтті тамақ бетті бір күнде бір тәк туа салды ғой. Я, айтса да, мықты айттыңыз. Қатындардың бәрі сондай. Жоқ, мен интервьюде айтам бүгінгі. Ойладым, құрған жеріміз осы болды деп, жоқ. Әсерлі болды. Нышан көкең тұрғанда ештеңеден қорықпасай. Ал, жақсы? Жақсы. Бірақ, Нади, мен саған айтарым, мен депутат болғанда, сен де депутат боласың. Да? Иә. Білмеймін. Неге десең? Ой, неге? Себебі мен ұйықтап жатқанда, кім оятады сен оятпағанда? Жақсы. Жоның болсын. Ана қатын бар ғой, бір апта болды. Өкілеп жүргені. Қазір бар ма? Жүре, жүрмесе болмайды, болды ғой. Жүре. Қатын ұйықтап қалма. Жүре. Келдің ба, жауын? Аха. Мен саған балықтың көздерін әкеп қойдым. Шыменде ма? Рахмет. Жеп алмадың ба өзің? Бірге жейміз. Жұмыс қалай, не жаңалық? Жаңалық бар. Афанасова, егерде біздің партия жеңсе, депутат қылам деді. Сені ма? Шынменде ма? Жан, ты такой молодец. Сонда мен депутаттың әйелі болам ба? Вау. Негізі бар ғой, Афанасьич мынандай кісі ғой. Давай не подведи его. Молодец, Жан. Блин, я всегда в тебя верила. Рахмет. Умница. Мамаға айтайыншы мен. Айтпай қоясың ау. Неге? Болып алайын, сосын айтайық. Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері, айтайын енді, күш алып менде, отыра бермей, түс алып төрде, 300-ді тонап, желаяқ әкім, жеткізбей кетті, 3 әріптерге. Біздің ауданды көрген ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, біздің ауданды көркем ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Кешегі мен сіздің сұхбатыңызды көрдім. Өте әдемі болды. Сіз сияқты адамдар көп болғанда арабтар сияқты өмір сүру керек. Рахмет бауыр. Жанаға сізге. Супер. Рахмет. Сізге дауыс береміз. Рахмет бауыр. Сізбен суретке түсіп алсам болады? Болады. Рахмет. Санаған суретке түсіп Келіңдер. Рафик, ты очень жақсы человек. Хороший бизнесмен. Но не политик. Не айттың деп тұр Фархат. Вот почему волки ходят одни, а шакалдар толпой көп болып? Шакал енді қасқыр емес қой. О, правильно. Шакалдар қасқыр емес. Слушай,
политика мен бизнеске шакалдардың қатысы қанша? Рафик, ты еще не понял? Нені не понял. Я же все знаю. Вот сколько у тебя заводов есть? Штук? 6. Еще 5 строительных фирм. Не ошибся ведь, да? Дұрыс айтасың. А вот, знаешь, сейчас все закрывается. Могут же и закрыть. И что, копаешь? Да боже упаси. Копают менты. Я политик. Просто ты не тому человеку помогаешь. И что хочешь сказать? Вот знаешь, қазақта мақал айтады. Қаңғырған жанға мал қайғы, мал қаңғырған жан қайғы. Вот саған керек пе сол қаңғырған жан, мал қайғы? Фархат, орысша айта берші. То не вопрос. Просто если ты хочешь, ну чтоб твои заводы не закрыли, ты с этими придурками не должен сотрудничать. Или знаешь, всякое может быть. Ты что, угрожаешь мне? Да нет. Просто завтра комиссия бараб заводана не соответствует требованиям Девайта. Могут закрыть. И твоя крыша не поможет. У меня все. Я должен ехать. Я надеюсь, ты примешь правильное решение. Очень жақсы человексің сен. Мадижан, қайдан бастаймыз? Бедейік нышанаға. Ең шеткері кішкентай ауылдар бар ғой. Сол жақтан бастайық. Сіз сол халық алдына шығып, сөз сөйлеп, әбден үйреніп алыңыз. Сосын үлкен қалаларға шыға береміз. Кеше көрдің ғой, мен жылқышыбайға барған кезде бар ғой, интервьюді шаш бастадым ғой. Сол шашқаннан бүкіл бала шағасын жинап, жинап жүрді. Жақсы, интервью мықты болды, бірақ интервью мен халық алдына сөз сөйлеу екі бөлек нәрсе. Уайымдайтын ештеңе жоқ, ауылға барамын да, ауылды да шаш тастаймын. Бүкіл ауыл болып жинап жүрсін. Құрметті халайық, апалар, құрметті аталар, құрметті жеңгелер. Мен де сіздер сияқты ауылда өстім. Көбіні де пістім, полды да жудым, сиырды да саудым, жерді де қаздым. Соның бәрі мен қалаға барғанда соның бәрі көмек болды маған. Мен қалада жүрсем де халқым үшін қызмет жасадым. Оны жақсы білесіздер сіздер. Депутат болып мандатты алатын болсам, мен тек халық үшін, елім үшін, жастар үшін қызмет жасаймын. Ой, сайлау сайын сендердің жаттан сөздерің қойсы. Депутат болып сайланып аласыңдар да жоғалып кетесіңдер. Ей, Сәрсенбек, сен қоя тұршы, сайлау сайын айтатын сөзің қой осы. Мен қайтып кетпеймін. Мен сіздермен бірге боламын. Менің жанымда, жүрегімде халықпен бірге. Мен Алла қалап депутат болатын болсам, бүкіл қалаға дейін ауыл арасының бәріне тас жол салып беремін. Бірінші тас жолыңды қоя тұрып, тастай су жүргізіп берші ауылың. Бізде су жоқ. Ауылда су жоқ ба? Су жоқ. Мына көрші ауылдан аламыз. Суға дейін қанша шақырым? 8. Мен үшін 8 шақырым су десем болды ғой. Ертең-ақ су жүргізіп беремін мен. Нышан сказал, нышан сделай. Нышан ұлы бізге су түсіріп берем деп жатыр. Көрші ауылда су тартып берем деп жатыр. Жасасын Нышан ұлы. Рахмет балам, ризамыз. Мына 35 жылғылардың атынан сіздің астыңызға тай мінгіздік. Аллах қабыл қылсын. Депутаттығыңыз ұзағынан болсын, және халыққа болсын. Рахмет, көке, рахмет. Көке, сол 35 жылғылардың атынан атаған атыңызда осы ауылда кімнің жағдайы жоқ? Соған беріңшім біздің атымыздан. Рахмет сізге. Біршін, 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 біршін.
Қалай болды? Жақсы болды, бірақ суды қайтеміз. Суды жүргіземіз. Қолымызда тұрған нәрсе ғой, суды жүргіземіз. Сіз нағыз еркек екенсіз. Үйден барып дәм татып кетіңіз, қонып кетіңіз үйге. Алдымен суды жүргізіп алайық. Ала? Дәм татып кетеміз. Рафаэль мырза. Сендер нышан екеулерің маған келіп кетсеңдер жақсы болар еді. Бір әңгіме бар. Жақсы. Біз қазір кездесудеміз ауыл адамдарымен, соны бітірейік, содан кейін сізге. Жақсы. Күтем. Кофеден алсам? Я. Жігіттер, әңгіменің ашығын айтайын. Айтыңыз, Әлеке, айтыңыз. Бәленбай миллион ақшаны сендерге бекерге берген жоқ. Дұрыс өте орынды. Сіздің айтқаныңыздың бәрі заң. Жақында партия жеңіп шықса, сол партиядан менің 3 адамым депутат болу керек. Ойбай, Әлеке, өтіп тұр ғой, енді 3 аз 5 десеңіз 5 өткіземіз. Онда менің тағы да бір ұсынысым бар. Айтыңызшы. Феминист қыздар партиясынан бір қызды өз партияларыңа қабылдап, оны депутат қыласыңдар. Әлеке, енді ол қыз не үшін түсінбедік? Ол қыз менің қарындасым. Қарындасыңыз өтіп тұр ғой, Әлеке, оны уайымдамасаңыз. Проблем жоқ. Солай ма? Олай болса, онда қаладан маған казино ашуға рұқсат құжатын дайындап бересіңдер. Уайымдамаңыз, бәрі дайын болады. Жарайды. Мәди, сен бір 2 ит асырауың керек. Асырап тұр ғой, Әлеке, уайымдамаңыз. Жарайды. Онда 12 ит асырайсың. Енді 12 аз болады, сразу 13 почемкенский болсын да. 13. Жарайды. Асырайсың. Жарайды. Айта беріңіз. Казахстан Республикасының заңдылықтары мен конституциясы мен елки-палки. Фарик, кагидантары. Как? Кагидантары. Заңдылықтары мен кагиданттарын ұстануда ампитен. Как? Антитем. Антитем. Все? Давай. Давай еще раз. Еще раз? Что еще раз? Текст. Текст. Бұған да көндіңдер ме? Нышан, сен аппендицитіңді алып тастайсың. Больницаға жатуың керек. Әлеке, мен 4 жасымда алып тастағым ғой, енді қалған құтқан аппендицит болса, оны да алып тастаймыз. Жат десең, жатамыз больницаға. Солай ма? Иә. Онда ертеңнен бастап шетелдіктерге жер сатылсын деп мақұлдайсыңдар. Қолдайсыңдар. Түсінбедім. Жерді айтам да, ұранды сөз, любойына, орысына да, қытайына да. Ойбай, Әлеке, сіз енді, ладно, Мәди екеумізге айтыңыз енді, әйеліңмен ажырас деп. Мәди көнбесе де мен көндім енді. Одан кейін сіз айтыңыз, Мәдиге қатын туатын болса, балаң атын Рафаэль деп қой деп. Оған да келістік. Мәдиге аттың тамырын кестіп, оған да келістік. Ал мынау жер сатуға бір қойы, неге де келіспейді. Мынаны көрдің бе? Ешек бас. Онда ақшаны қайтар.
Ақшасын қайтаршы, көтіне тығып ауыздан шығып тұрсын. Шешегінің. Нышан аға. Я, ешек бас! На, күрсейді басыңа киіп ал! Жаль, Рафаэль мырза, но жер ана сатылмайды. А мынау өз ақшам алған. Нышан аға! Отағасы жұмысқа кеттіңіз ба, жолыңыз болсын. Саған не керек, өзі? Не керек бағанда не ғой? Кеше мен Түркінім хабарласып, сен телевизордан көрді, құтты боласың деп мақтап атқаннан кейін ялғаннан неге кешке қонаққа шақырып қойдым. Не, онда мен бауырсақ пісірейін ба, салат жасайын ба? Кешегі нышаннан 1 граммға бақты ғой, не болды саған? Конкретно айтшы, не керек саған? Не керек болғанда, не ғой ондай? Столға мынау алғанға бір 20-30-40. Ақша жоқ, ұқтың ба? Осы елдің бәрін кеше ғана мәрт болып етке шақырып атырын ғой. Неғып мен достарым келетін ақшаң болмай қалады? Қалай депутат болайын деп үшін? Я, депутаттар бір қоя, әңгіме айтпа, ісіне араласпа депутаттарды, ұқтың ба? Енді шақырып қойдым, келеді ғой кешке. Шақырса көшіп кет. Келеді, звонок батады, кетеді. Hadi кет. Сәлемет шенші, сау болыңыз. Ала қатында Исақ үре береді. Тыныштық па? Мысық. Мадия Асанова. Қараңызшы, осыны утверждать етсеңіздер шығара берсек болады. Мен қаланың ең мықты 10 көшесінен 4 точкадан дайындап қойдым. Ертеңнен бастап біле береді. Сметасы да дайын тұр. Супер, жақсы. Қазір бір хабарлауға кейін бастаймыз. Құрметті партия мүшелері, 1 минут бері қарасаңыздар. Бір хабарландыру бар. Құрметті Ұлы Дала партиясының мүшелері, құрметті әріптестер, ұжымдастар. Білесіздер, осы партияны біз бәріміз бірге құрдық. Қаншама сынақтан, қаншама қиындықтан бірге өттік. Алайда біздің спонсорларымыз бізден бас тартып отыр. Бізде кішкене қаржылай қиындықтар туып отыр. Бірақ біз Нышан аға екеуміз бастаған істі соңына дейін жеткіземіз деп шештік. Сондықтан да осы партия жеңіске жетеді. Осының біздің жалауымыз желбірейді деген әріптестер, қане, қолымызды көтеріп, бірге қаламыз дейікші. Костя. Мен қалам. Рахмет, апа. Что, сен де кеттің ба? Ничего личного, только бизнес. Дәурен, Ербол. Айттым ға, алайық деп. Неғып отырсыңдар? Тұрыңдар, еңселеріңді көтеріңдер. Арқырай не істейміз енді? Арғарай, агитационный жұмыстарды жалғастырайық. Біраз ауыл қалды ғой. Соларды аралайық. Ана су жүргіземіз деген ауыл ше. Нышан аға, бармай қойықшы сол. Қалай бармаймыз? Оларда адам шығарып, барып айтып түсіндірейік. Нышан сказал, Нышан сделать деп айтып қойдым ғой, мәдей. Дұрыс айтады, барып қайтыңдар ауылға. Ал мен сендер келгенше кереметтеп айында дайғып тұрып мен жер жуып тазалап қоям. Рахмет, кеттік.
Құрметті көке, апалар, жеңгелер, қарындастар, құрдастар. Нышан сказал, нышан сделал. Ну, бүгін енді чуть-чуть не сделал болып тұр. Енді оған менің кінәм жоқ. Оған мен кінәлі емес, кінәм жоқ. Неге болмайды сіз? Жоқ, оған кінәлі, Рафаэлла кінәлі. Мынау тазасынды ғой, өз кінәсін кәмитке іліп тұрған естей. Дұрыс су болу керек, айтқанын істеу керек. Жоқ, мен депутат болсам, мандаттасам, мен ауылға су жүргізіп берем. О жағынан уайымдамаңыздар. Тыңдамасаңдар, қолына дей сөз тыңдасаңыздар. Сүйен деген суын қайда? Суды жүргізем деп айтып жатырмын ғой. Депутат болғаннан кейін. Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері, айтайын енді, күш алып менде, отыра бермей, түс алып төрде, 300-ді тонап, желаяқ әкім, жеткізбей кетті, 3 әріптерге. Көлтау сәрәкім көлді ішіп кетті, сарықтын ішіп оң күшіп кетті, орнына қаңбақ шал келіп еді, ұзақ отырмай жел күшіп кетті, маңдайым тауға тасқа да тиді, айтайын дебем асын атыды, анталап келген толағай әкім арқалап кетті 5 қабат үйді. Байлық пен билік шалған деседі, одан да жаман қалған көшеде, әкімшіліктен зейнетке шықты, мыстан кемпірде алдар көседе, сеніп келеміз ертегісіне, көніп келеміз жер тебісіне, уәдеде тұрмау, кедейден ұрлау, сай келмейді ғой еркегісіне. Біздің ауданды көркем ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, біздің ауданды көркем ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін.